қанды сұйытып, қан тамырдағы тромбтарды ерітетін топ 3 зат. Саламатсыздар ма, құрметті YouTube көрермендер? Бүгінгі видеода қанды сұйытып, қан тамырлардағы тромбтарды ерітетін қандай заттар бар, және де қан тамырларда тромбтар не себепті пайда болады, қалай емдеуге болады, сол туралы сөйлесетін боламыз. Ендеше мен кеттім, бастаймыз. Тромб пайда болғанда, тромбоз жағдайларында қандай тағамдар мүмкін, қандай тағамдарды мүлде қолдануға болмайды. Пациенттер дәрігерге барғанда ем мақсатында тромбты ерітетін, қанды сұйытатын әртүрлі препараттар жазып береді. Бірақ ешқандай пациент тамақтануға мүлдем назар аудармайды. Сол себепті емнің де нәтижесі үнемі күткенде жақсы бола бермейді. Ең алдымен тромб дегеніміз қантамыр ішіндегі қанның ұйындысы. Яғни қантамыр ішінде тромбтың уақытынан бұрын пайда болуы. Қалыптыда адам тек қана қолын кесіп алған жағдайларда, немесе жарақат алған жағдайларда осы тромбоциттер жиналып, осы жерде тромб пайда болып, жара болып, бұл жерді емдеу мақсатында түзетін тромб, бұл қарапайым өмір сүріп жүрген адамда қан тамыр ішінде өз уақытынан бұрын пайда болуы. Яғни адам еш жерін кеспейді, қан алмайды, қан шығармайды, еш жерін жарақаттамайды. Бұндай қалыптыдан тыс жағдайларда қан тамыр ішінде тромбтың пайда болуы бұл адам өмірі үшін өте қауіпті жағдай болып есептеледі. Мысалы айтатын болсам, адамдар жиі жасататын осы қанды сұйыту мақсатында немесе басым ауырды деп әртүрлі хиджама жасатады. Немесе қан шығартатын түрлі әдістер бар. Қанды бір шығардың, тромбоз болды. Екінші рет хиджама жасап, немесе басқа да қан шығардың, ол жер тағы тромбоз болды. Үшінші рет тағы жасаттың. Бұндай заттарды жиі қолдану адамның қалыпты физиологиясына, яғни қан жасау жүйесіндегі коагулопатияға ол өте қарсы болып есептеледі. Яғни адамның денесіне сырттан әсер ете беру, бұл біздегі физиологиялық табиғи алаң жасаған қан ұю жүйесіне теріс әсер ете бастайды. Жалпы айтқанда, қалыптыда адам ағзасында қан тамыр ішінде тромбоциттер үнемі болады. Бірақ тромб барлық адамдарда, кез келген адамдарда пайда бола бермейді. Себебі адам ағзасы өте күрделі жаратылған, қан тамыр ішінде тромборезистенттік 7 фактор қызмет атқарады. Яғни қалыпты жүрген адамда ешқандай тромб пайда болып кетпеу үшін қан ұю жүйесінде тромборезистенттік 7 қызметі бар. Егер осы жүйеге сырттан басқа да факторлар әсер етсе, бұл сіздегі қалыпты физиологияны бұзып жібереді. Жалпы айтқанда, тромб түзу қаупін одан әрі жоғарылатады. Сізде не себепті ағзаңызда тромб пайда болды? Егер осы төмендегі айтып өткен себептер сізде болатын болса, осы себептерге қарсы сіз күресуіңіз қажет болады. Ең жиі, қазіргі кездегі ең көп кездесетін көп әсер ететін себеп бұл стресстік жағдайлар. Ұйқының дұрыс болмауы, тамыр зақымдануы, жеткілікті дәрежеде су ішпеу нәтижесінде қан қоюланып, тромбтар пайда болу қаупі сізде жоғарылай береді. Оған қоса сізде артық салмақ болатын болса, яғни семіздік бұған әсер ететін фактор болып есептелінеді. Және де сізде осындай гиподинамия, қимыл қозғалысты аз жасайтын адам болсаңыз, оған қоса сізде қандағы холестерин деңгейі жоғары болу, бұл сізде тромбтың пайда болуына, келешекте осындай қан тамыр ауруына бейім адам болып есептеледі. Бұл жағдай көбінесе бізде осы 40 жастан асқан адамдарда, яғни 35 жастан асқан адамдарда спорттық жаттығуларды тоқтатқанда, өмір сүру салты тек отырықшы және қимыл қозғалысы аз адамдарда өте жиі кездеседі. Оған қоса тұқым қуалаушылық, темекіні көп шегетін адамдар, алкогольді ішімдіктерді жиі қолданатындар, және де тұқым қуалаушылық, онкологиялық аурулар, жүктілік және босану да сіздегі тромб түзу қаупін жоғарылататын фактор болып есептеледі. Егер тромб мида дамыса инсульт, жүректе дамыса инфаркт, бұл тромб қан тамыр ішіндегі жүзіп жүрген кез келген тромб өкпе артериясына барып тығылатын болса, бұл кезде сізде өкпе эмболиясы даму қаупі жоғары болады. Сол себепті тромбтық жағдайлар қанның қоюлануынан
адамдар өзін сақтауы өте маңызды. Енді негізгі тақырыпқа көшетін болсақ, кез келген тромбқа бейім адам, егер сізде тромб бар деген болса, немесе тромб қаныңыз қою болатын болса, міндетті түрде ең бірінші кеңес бұл сізде дәрігердің жазып берген дәрілерді өз уақытымен қабылдау. Екінші және ең маңызды зат бұл жеткілікті дәрежеде су ішу. Қарапайым жылы суды жеткілікті дәрежеде ішпейтін адам болсаңыз, ағзаңызда жеткілікті дәрежеде болмаса, сіз қанша қанды сұйытатын дәрілерді ішсеңіз де, статин препараттарын қабылдасаңыз да, сізде тромб пайда болу қаупі төмендемейді. Себебі су ішпейтін адамдарда қан өте қою болады. Қан айналым ағза бойынша толық болмайды. Адам ағзасы үшін су ішу бұл жеткілікті дәрежеде, бұл әр мезгілге байланысты әртүрлі болады. Қыста тершеңдік, тербеу аз болған себепті дене салмағыңызға байланысты 30 мл суды, яғни сізде 100 кг салмақ болатын болса, күніне 3 литр жып-жылы суды міндетті түрде ішуіңіз қажет болады. Қанды сұйытатын және де тромбтарды ерітуге күші бар екінші зат бұл пияз және чеснок. Шындығында да бұл заттардың осы қанды сұйытуға, тромбты ерітуге әсері бар екені ғылым жүзінде дәлелденген. Кейінгі тромбтың алдын алатын, қанды сұйыта алатын үшінші зат бұл свекла. Егер сіз свекланы күнде жейтін болсаңыз, бұл сізде қанды сұйытады, іш қатудың алдын алады. Жалпы ас қорыту жұмысында өте жақсы көмектеседі. Сол себепті сіз қаныңыз қою немесе тромбоз жағдайларға бейім адам болсаңыз, свекланы күнде жеуге кеңес беремін. Тромб кезінде тромбоз жағдайларында шектеу қажет тағамдар, қант, ұн өнімдері, фастфудтар, газдалған сусындар, әртүрлі консервіленген банкалар, магазиндегі химиялық әртүрлі шығып кеткен қазіргі продуктылар, тұздалған заттар және де әртүрлі тәтті пирожныйлар, жалпы қанты көп заттар. Егер сіз ем нәтижелі болу, эффективті болғанын қаласаңыз, міндетті түрде зиянды әдеттеріңізді тоқтатуыңыз қажет. Яғни алкогольді ішімдіктерді тоқтату және де темекіні тоқтатсаңыз, сіз уақытында ем алсаңыз, бұндай аурулар сізден алшақ болатын болады, сізге жақындамайды. Жалпы айтқанда, ағзаңыз сізге рахмет айтатын болады. Видео бойынша түсінбей қалған жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. Осы сияқты пайдалы видеоларды өткізіп алмау үшін осы каналға тіркеліп қойыңыз, немесе басқа достарыңызбен бөлісіңіз. Мен өте қуанышты боламын. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар, ешкім ауырмасын, денсаулықпен ешкімді сынамасын.